кәдімгі сол жақтың шал кемпірлері, былайша адамдар, тұрғындары иттерін алып көшеде жүреді дейді. Таңғы уақытта жұмысқа дейінгі аралықта өздері иттерін таза ауа жұтқызып, иттерін былайша айтқан кезде далаға шығарып жүреді дейді. Соны көремін, әрдайым байқаймын дейді. Сосын өзіміздің елмен салыстырамын ғой дейді. Өзіміздің елмен, елдегі мұсылмандармен салыстырамын дейді. Анау дейді, кәпір адам дейді, иман келтірмейтін, Құдайға сенбейтін, енді ол бір діни мақсатта бір ғибадат ниетімен тұрып жатқан жоқ қой ұйқыдан. Ол әшейін мына итім таза ауа жұтсын деген нәрсемен итіне бола өзін төсектен алып тұрып далаға шығып жатыр дейді да, таңғы 5-те, 5:30-да, 6-да мысалы. Ал Аллаға иман келтірген, өзінің намазды парызы деп есептеген мұсылман адам сол уақытта төсегінен тұра алмай жатыр дейді. Қараңыз. Ана егер салыстырып қарайтын болсақ, жаңағы адамның итіне деген құрметі өзінің, қараңыз, итіне деген қадірі біздің жаратушы иеміз Раббымыз Алла Тағалаға деген келген кезде жоқ деп ғой. Ананың еті құрлы көрмейміз дейді ғой біз, қараңызшы. Ол мұнафиқтардың сипаты дейді да. Құранда "Уама qadarulloha haqqa qadri". Олар мұнафиқтар Алланы тиісті түрде құдіретін бағалай алмады дейді. Сосын ғой жаңа алдамыз, біз өтірік айттық, біз Алланы алдадық деген нәрселерді айтып жүргенінде Алла Тағала Құранда айтты, олар Алланы алдап жатқан жоқ, олар өз-өздерін алдап жатыр деп. Қарасаңыздар, шынымен де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам екі намаз мұнафиқтарға ауыр болады деді. Бірі таң намазы, екіншісі құптан намазы.